Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақты оңай жолмен тігіп көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де алдағы уақытта пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі біздің құрағымызға осындай екі түсті ленталарымыздың ені 3 см және квадрат матамыз керек. Барлығы үлгір матасынан. Ал бұны ортасынан сызып алып, осылай қиып аламыз, үшбұрыш жасап аламыз. Сосын бізге құрағымыздың астына шыт матасы керек. Ұзындығы 30 см, ені 17. 17-ні 2-ге бөліп, біз қазір ортасын белгілеп аламыз. 17-нің 2-ге бөлгенде 8,5 см. Соны белгілеп аламыз. Сосын ортасын осылай сызып аламыз. Міне, осылай сызып аламыз. Енді тігеміз. Алдымен тігу үшін біз мына үшбұрыш матамызды былай қойып алып, мына бұрышы мына сызық бойынша тұру керек. Осылай айналдыра тігіп шығамыз. Мына сызық бойынша бұрышыны осылай қойып қоямыз. Енді айналдыра тігіп аламыз осы матамызды. Енді екі шетіне ақ лентамыз тігеміз. Ол үшін лентамыздың түгіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұру керек. Астыңғы матамыздан кішкене 0,05 см-ге шығарып қойып тігеміз. Енді екінші лентамызды аламыз. Оны да мына жерге кішкене ғана шығарып қоямыз. Осы жерге қойып тігеміз. Енді үшбұрыш матамызды тігеміз. Ортасын белгілеп алу үшін біз былай екі бүктеп ортасына ручкамен сызып алуға болады. Міне, осылай сызып аламыз. Қазір қойғанда мына сызықмен бірдей болып тұрады осы сызық. Енді осы жерден тігіп аламыз. Енді екінші қатарды да дәл бірінші қатар сияқты тігіп отырамыз.
Міне осылай болды біздің құрағымыз. Енді мына кішкене ашық жеріне 2 лента қойып жібереміз. Осылай тігіп жібереміз лентамызды. Міне біздің құрағымыз осындай болып шықты. Енді бізге осы құрақтан 10 сантиметр керек. Оны қазір белгілеп аламыз. Біз 10, дәл ортасынан біз 5-ті белгілейміз. Міне 5. Осы бұрышқа 5-ті қойып, мына жағына 10-ды ручкамен сызамыз, мына жағына 1-ді. Осылай белгілеп, сосын сызықтарды қосып сызып шығамыз. Енді осы сызық бойынша мына жасыл лентамызды тігіп шығамыз. Екі жағына. Міне. Міне бізде осындай әдемі құрақ шықты. Енді артық маталарымызды қиып алып тастаймыз. Сосын үтіктеп аламыз. Біздің құрағымыз да дайын болды. Тігіп көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.